Мына жерде Мырзакен көшесі. Өтірік жұмыс істеп жатыр мына. Астында смоласы жоқ бұның. Смоланы қалай құйып жатыр мына жерге. Өтірік жағып кетіп отыр. Оның астын үрлеу керек. Толық смола төгілу керек еді. Өтірік жұмыс жасалып жатыр. Ертең бір қыста бұл ашылып кетеді бұл. Қалай жұмыс жасайды бұлар? Bir жылдық гарантиясы бар дейді. Адам күлкілі әңгіме. Ешқандай қауіпсіз сақталмаған бұлар. Айтсаңызшы маған, жауап беріңізші. Бұның гарантиясы, неше жылдық гарантиясы бар бұның? Қай неге кіресіздер сіздер? Айтсаңызшы. Сіз бригадир емес па? Бригадирлер үштіп жүре ма? Форма деңгейі неге сақтамағыздар? Неге заң бұзушылықты жасап жатыр? Мына асфальтты дұрыс деңгейде төсемейсіздер? Смоладан қалтаға басып астырды ау дейме, әбден, Жауап берсеңіз, неге қашқақтайсыз? Жауап берсеңіз. Ана смоладан өтірік төсеп, өзің тәртібіне сай асфальтты төсеп жатқан жоқ. Қалта басты болып жатыр. Бұл жерде жемқорлық кетіп жатыр. Сіздер қай мергерсіздер? Жолдың қандай мергерсіздер деймін? Бригадирлері беспредельщики. Қалай болсын, солай болсын жұмыс жасайды. Трактордың артындағы сіздің анау бетін текстейтін сіз күші жетпейді да ғой, езуге. Босық қаны, қазір басатқаны, босық қылады ғой. Жауап берсеңіз сіз. Сізден сұрап тұрмын ғой, сіз бригадир екенсіз ғой. Мен сұрағыма жауап берсеңіз. Біз әрбір Қазақстан Республикасының азаматы, біз 10% салық төлеуші болғандықтан, біз құқылымыз осы асфальт туралы сұрақ сізден сұрауға, білесіз ба? Жұмыс тиісті деңгейде орындап жатыр қазір. Кедергі жасамаған жұмысқа. Мен кедергі жасатқан жоқпын. Сіздің менің уақытым бөліп отырсыз. Сіз не істеп қазір? Бір асфальт төсеп жатсыз ба? Уақытыңыз бөлмейді. Өше тұрсыз ғой сіз соғұрлым. Неге соны асфальтты дұрыс төктірмейсіз сіз ана жерге? Астынан смоланы толық күйінде құйдырмайсыз? Жауап берсеңізші.